Кайырлуу күн достор, миксерсиз тез жасалатын дәмді бәліш дайындаймыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңыруша белгісін басып қойыңыздар. Жаңа видео жүктегенде сол кезде жіберіп алмайтын боласыздар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. 2 жұмыртқаға қантты қосамыз. Миксердің қажеті жоқ, қасықпен немесе венчикпен жақсылап араластырамыз. Оған аздап ванильді экстракт қостым. Ванилин қоссаңыз да болады. Және 8 ас қасық сұйық май, 8 ас қасық сүт қосамыз. Одан кейін оған тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқа массасына біртіндеп 2-3 бөліп қосамыз. Мінекей біздің массамыз осындай болып шықты. Мен замороженный жеміс қолдандым, ежемалина қолдандым. Оның орнына смородина немесе вишня секілді басқа жемістер қолдансаңыз болады. Ұн қоссаңыз да болады. Оған жеміске крахмал қосып жақсылап араластырып, қамырға қосамыз. Ақырындап араластырамыз. Пергамент төселген табамызды жақсылап майлап аламыз. Оған бәліштің қамырын құйып, бетін тегістеп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-40 минуттай пісіреміз. Піскен-піспегенін спашка таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Пешке салғаннан кейін алғашқы 20 минутта пештің есігін ашпаңыздар. Піскен-піспегенін спашка таяқшамен тексеріп көрсеңіздер болады. Құрғақ болып шығу керек. Суығасын барып формасынан шығарып, қалауыңызша қант ұнтағын осылай сепсеңіз болады. Видеоны достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қойды ұмытпаңыздар. YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше шайларыңыз тәтті болсын.